Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қалың қазақтың Қонаев дегенде айтар ойы бөлек. Қазақ жеріне 40 қала салып, көзі тірісінде әулиеде құрметтелген атамыздың мерейі Мәскеуде ғана емес, қарапайым халықтың арасында да әрқашан жоғары болған. Құрметті халайық, бүгін сіздерге Қонаев пен Назарбаевтың арасында не болды, яғни Назарбаев кезінде Қонаевты не үшін сынады? Міне, осы туралы сіз естімеген тарихты айтатын боламыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, каналға тіркеліңіз, лайк қойыңыз және комментарий жазып қалдырыңыз. Сонымен, сол жылдары жоғары басшылықтар қасында ондап күзет ұстап жүрсе, Қонаев мұндайды жақтырмаған екен. Жұмысқа жаяу барып, көшедегі халықпен сөйлесіп кете беретін көрінеді. Ал тұрған үйіне айтсаңызшы, сонау Мәскеуден КСРО-ны басқарып отырған досы Брежнев бірде Алматыға келгенде, шенеуніктермен бірге Қонаевтың үйіне соға кетуді жөн санап, кіріп келсе, аядай ғана пәтерде Қонаев пен әйелі тұрып жатқанын көріп, аузын ашқан кеңестің басшысы, білдей бір республиканы басқарып отырғанда тұратын үйіңіз осы ма деп таңғалған екен. Бірақ желтоқсан көтерілісінің алдында Қонаевты қызметінен алған және оның жанындағы адамдар билікке келуіне жол ашылды. Міне, осындай басшы бүгін Қазақстанда тұңғыш президент болған Назарбаевтың қызметке келуіне де себепші болған еді. Қазақ СССР-ның президенті болған Назарбаевқа Қонаев сол кезде мынадай тілек айтқан болатын. Тап бүгінгідей ай сайын төмендеп бара жатқан халықтың мүшкіл жағдайында, экономиканың құлдырап, Совет одағының ыдырау қаупі төніп тұрған тұста, мен адал көңілмен Назарбаевқа табыс тілегім келеді. Қазақстан президенті ретінде ол қиындықтарды жеңеді, ауыр дағдарыстан тезірек шығудың жолын табады деп сенемін деген болатын. Бірақ өзіне баласындай қарап қолдау білдірген Қонаевқа кейіннен Назарбаевтың сын сөздерін айтып, қатты сөйлегенде белгілі. Нұрсұлтан Назарбаев өзі осы туралы естелігінде былай жазған еді. Қарым қатынасымыздың ең қиын кезінде де мен оған шынайы құрметпен қарадым. Жастық максимализммен айтқан сынымды түсіне алмады. Кейбір обкомдардың бірінші хатшылары мен министрлік басшыларын қатаң сынағанда өзімді Қонаев жағында тұрмын. Сөзімнің шындығына көзі жеткен бірінші оңбағандардың бәрін қуып, Қазақстанда реформа жасаймыз деп ойладым. Бірақ мен бір жайтты, өз заманының шын мәнінде ірі тұлғасы, ширек ғасырға жуық түрлі жоғары қызмет атқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев психологиялық тұрғыдан және жасына байланысты ол кезде 70-тен асқан еді. Жаңа жағдайларға бейімделе алмағанын ескермеппін деп ашығын айтқан болатын Назарбаевтың өзі. 80-нен асқан Қонаев атамыз қазақ жұртына бұлай деп өзінің өсиетін айтқан болатын. Қонаев атамыз кезінде бұлай деген еді. Мен Тәңір сыйға тартқан біраз жасқа келдім, жақсыны да көрдім. Жан ауыртқан күндерді де бастан кешірдім. Ол менің ғұмырым. Бірақ бұл өмірді халықтан бөле жара қараған емеспін. Халқым ат жалын тартып мінген азамат кезден алдыма қойған бар арман, бар мақсатпен еншілес болды. Саған қалтқысыз қызмет еттім. Аманатыңа адал болдым. Соңғы демім таусылғанша еліме, жеріме қызмет етуден талмаймын. Менің тірі пендеге өкпем жоқ. Ал менде кеткен өкпе наз болса, ақ басымды иіп, мың қайтарар кешірім сұраймын. Біріншіден, үрейден аулақ болайық. Сенім жоғалмасын. Қиыншылық деген қиюы келмейтін іс емес. Жұмыла көтерейік. Екіншіден, тату үйге тақсыр ет жумайды. Бірлігіңе ие бол. Үшіншіден, өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге жамандық қылма деген еді Дінмұхамед Қонаев атамыз. Ал бүгін ел басқарып отырған адамдар осы Димаш атамыздай иіліп қызмет едіп, халқының алдында жүгіріп жүрме? Әлде баспастарына бір-бір сарайдан салып алып, халықтың сөзін естімей отырма? Өз ойыңызды комментарий жазып қалдырыңыз
және қолыңыздан келгенше бұл видеоны таныстарыңызға тарата жүріңіз ағайын.